Көңілге түрлі ойсалар айтылмаған әңгіме, армысыздар, біз бастаймыз. Кеше кешкісін қазақ өлеңі қайғылы қазаға ұшырады. Айтпай келген сұмажал қазақты Фаризасынан айырды. Ер мінезді өр ақын Фариза Оңғарсынова 75-ке қараған шағында өмірден озды. Фариза жан, Фариза өмірде ақындардың бәрі жалғыз, бірімізден арылармыз. Қазақ қызының мұңы мен қуанышын өлеңмен өрген поэзия падишасы соңғы жылдары сырқаттанып жүрген еді. Денсаулығы жиі сыр берген ақын соңғы сұхбаттарының бірінде ол дерттің диагнозында өз айтқан болатын. Осы 3-4 жыл турысында, 2 жыл турысында мен ракпен ауырдым. Соң Германияға барып 8 ай жаттым. Сонда жаңағы өте қымбат, 2 операция жасалды. Ақынға 2 мәрте Германияда операция жасалды. Соңғы күндерін өз елінде өткізіпті. Айтпай келген бұл ауру өлең секілді өзі де өр ақынды өзгерте алған жоқ. Қайсар қазақ қызының қайратын қажып, еңсесін езбеді. Төсек тартып жатса да қаламын қолынан тастамапты. Керісінше елінің өзі үшін жүрегін жұлып берердей емеурінін түсініп, алғысын айтып жатты. Көрші көнемдір 5.000-дап, 2.000-дап жаңа ақша жинап мені ауырып жатыр деп естіп. Сонда соны енді адам жылағысы келеді енді. Мен ештеген жоқпын оларға. Соны енді шетелге барып емделу өте қиын. Фариза қиналып жатқан шығар деп жаңағы сондай соларға дейін сондайды көрдім мен. Бұл сол халықтың ықыласы болу керек мені алып қалған. Алайда ажал ақыры ақынын алып тынды. Өз туған күнінен тура 1 ай өткенде поэзия падишасының жүрегі соғысын тоқтатты. Қарсы алыңыздар, Қазақстан Республикасының халық әртісі Мақпал Жүнісова. Қош келдіңіз. Жайғасаңыз. Отыру керек. Мақпал әпке, енді Фариза апамыз өкінішке орай өмірден өтіп отыр. Ол кісімен соңғы рет қашан кездестіңіз, қашан бірге болып әңгімелескен едіңіздер? Енді құрметті осы 31 арнасын көріп отырған халыққа көңіл айтқым келеді. Соңғы көргенім Астана қаласына барғанда ауруханада жатыр деп естіп, Лена Әбдіқалықоваға звондап, мен Факеңе кіріп шығайын деп едім, сәлем беріп деп, сол ауруханаға барайын деп рұқсат сұрашы, ол кісі қабылдай алар ма екен мен дедім мен. Енді ауырып жатқан адам жағдай белгілі ғой, қабылдағысы келе ме, қабылдағысы келмей ме дегендей. Содан келсін деп айтыпты. Сон барғанда кәдімгі өзінің үйіндегідей қарсы алды да, бір табақ үлкен жаңағы етті ас қыздырып алдыртыпты ауруханаға. Кәдімгідей жаңағы жілігімен бешбармақ Мақпал келіп отырып, мен сені сағындым ғой деп сөйтіп айтты. Сол соңғы көргенім сол болды. Бірақ енді өзінің бір тілектері болды, бір әңгімелері болды, бірақ сондай бір кетіп қалады-ау деген менде сезім болған жоқ. Мақпал әпке, сізден Фариза қыз әнін біз сұраймыз. Фариза жан, Фариза қыз өмірде ақындардың бәрі жалғыз, бірімізден арылармыз. Шыдай ақыры
жалығармыз, жалығармыз, біздерді дей жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табылармыз, табылармыз. Сен мені білесің бе, білесің бе, жан екенмін, жаралмаған күресуге. Жылай жүріп өттірік күлесіңдей, жүресіңдей қоясың, күлесіңде, жүресіңде. Bir iterip kevdimden, beri şallıp tastағы say kelede, күресіңге Фәризажан, сен соны білесің бе, білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіп десе үзіліп тұрса дағым, жігітінен қазақтың достап алмай, қызда болсаң мен саған мұң шағамын, мұң шағамын. Ауырлар деп ойлап пем мұншай хәлім, қызда болсаң мен саған мұң шағамын, мұң шағамын. Момын едім, жақсы едім, ұяң едім, аттап өттім олардың қиябелін. Енді міне қауқарсыз құрашудай, жия бергім келеді, жия бергім, жия бергім. Маңдайымнан сипаған жан болса егер, енді қалған өмірімді қияр едім, қияр едім. Фәриза, Фәризажан, Фәриза қыз, өмірдей ақындардың
бәрі жалғыз, том-том болып дүкендей тұрмасақ та, шаң басқан архивтерден табылармыз, табылармыз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Фариза әнін орындаған Мақпал Жүнісова. Арнайы келгеніңізге көп-көп рахмет. Қазір студиямызға келетін қонақ Фариза апайымыздың соңғы сәттерімен бөліскен жан, ақын сіңілісі Танагөз Толқынқызы. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Енді өмір деген 5 күндік жалған, бесік пен бейіттің арасындағы сырғып жатқан сағаттар. Сондықтан да соңғы сағаттарында сіз қасында болыпсыз. Сондықтан да айтып, толығырақ бөлісіп отырсаңыз. Фариза апай ауырып емханаға түскен кезде ұзақ жатты. 2 айдан асып 3 айға жұқтап жатты. 2 ай өткен кезде мен жаңағы Роза Әлқожа бар, Әсел Ергешқызы бар, үшеуміз кірдік. Кіре саған Танагөзбісің, мен сені күтіп жатырмын, мен сені кеше ғана ойлағам деді. Өзімді кішкене кінәлі сезініп қалдым, мен кешіп келіп жатырмын ғой. Содан кейін бәріміз жайғастырып отырғызып, емен жарқын система алып жатыр екен. Үлкен қонақ үйдің бөлмеде, төсектің үстінде. Бірақ еңсесі түспеген, рухы сынбаған, былай қарасаңыз өкпенің рагы деген өлім жазасына кесілген үкім сияқты болады. Кез келген адам оны көтере алмайды. Рухы мықты болмаса жүнжіп, көңілі босап, сондай болуы мүмкін. Бірақ Фариза бір тұмаумен ауырып жатқан адам ғана сияқты, көңіл көтеріңкі, бәріміз жайғастырып отырғызып әңгімесін айтты. Сосын айтты: қыздар, біріншіден үйдегі ер азаматты сыйлаңдар. Өйткені мен осы жасқа келгенше қазақтың қай отбасында ер азаматты сыйламаған үйдің берекелі болған көрген емеспін деді. Шаңырақтар шайқалып кетеді. Яғни ол сіздерге айтқан өсиет. Бізге өсиет ретінде айтып тұрсың, қазір ойлап отырсам. Екіншіден, өлеңді тастамаңдар деді. Үшіншіден, іргелерің ажырамасын, қыздар іргелерің ажырамасын деді. Мен ойладым, осы жол соңғы рет көріп тұрмын екен деп. Содан кейін де Фариза апай мен Тыныштықбек, Әбдік әкім, Дәурен Берікқажы екеуміз бірге кірдік. Одан ең соңғы рет Дәурен екеуміз үйінде бір жаңа жылдың қарсаңында үйіне шығарған екен, мерекелік бір 2-3 күнге 3-ші химиясын алатын кезде. Сосын үйіне кірдік. Сол кезде бәрін егжейлі сұрады. Жақсы көретін, сағынатын адамдарын іздеп жатты. Роза Мұқанова дейтінді білесіңдер ғой, өздерің араластықтарың бар ма? Мен соғыз жақсы көруші едім, маған өкпесі жоқ па, хабарласпай кетті деп бір қойды. Серік Ақсұңқар дейтін бауырымыз бар еді, үнсіз қалды ғой деп бір қойды. Енді ауырып жатыр ғой, іздеп жатыр да жақсы көретін адамдарын. Бірақ жаңағыдай қажып, жаңа ауруына нетіп, шағынып, ештеңе айтқан жоқ. Содан кейін айтты, бұл өкпе деген бала кезде пневмониямен ауырып едім, сол асқынып осындайға келеді екен. Мына химия дегенді беріп жатыр. Бұл өзі дәл тауып барып қонбайды екен, түгел ағзаны улайды екен, қан құрам қайта-қайта өзгеріп кетіп жатыр деп сөйтті. Тамақтың түріне де қарағым келмейді деді. Қолыңды сипап отыратын өзің бір қасиеті бар барған кезде. Аллаға аманат деп. Енді сол кезде өзі іштей мақұлдасқан болу керек. Яғни Танагөз, сіздің сөзіңізге сүйенсек, тәні қанша жерден ауырып жатқанымен жаны жайнап жатыр, рухани құлдырамаған. Рухы сынбаған, мүлде аурудан жеңілген Фаризаны көрген жоқпын мен. Енді сіздерге өсиет айтыпты жаңа сіңілдеріне. Енді халыққа бір сөз қалдырды ма, бәлкім сіз білерсіз. Халыққа қандай өсиет қалдырды? Жалпы Фариза, әр қазақ менің жалғызым дейтін Фариза болатын. Ол әдеби кеңістікті ешқашан қызғанбаған адам. Өте қатал болды, жанына ол 2 адам бір жуықтай қоймайтын. Бірақ жақсы көрген адамын ерекше мейірімді ол жақсы көрген адамына. Сосын жаңа әдеби ортадағы кез келген талантқа, жылт еткен талантқа, оның жасына да қарамайды, үлкен басымен ол мега құбылыс болды
Фариза мега құбылыс. Ол тарихи дәуірді әкелген, бір дәуірдің символына айналған ақындар. Және ондай ақындар азамат болып қалу сирек. Ал Фариза ең бірінші ақындықтан оның ең үлкен қасиеті азамат еді. Азамат дейтін себебіміз қазақтың поэзиясына келген әрбір талантқа сол талант тек жалғыз талант сияқты қарады. Қазақтың әрбір талантын аялап өткен адам соншалықты үлкен басымен. Және таланттарды мойындаудан ешқашан тарынбаған адам. Өзіне соншалықты сенген адам ғана сондай кең пейілді болады деп ойлаймын мен. Пікіріңізге рахмет. Ал қазір Фариза ақынның өмірбаяндық бейне көрінісін тамашалайық. Фариза Оңғарсынова 1939 жылдың 25 желтоқсанында Гурьев, қазіргі Атырау облысы Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында туған. Үйдегі 10 баланың кенжесі болыпты. Әкесі Оңғарсында қазіргі Атырау облысында алғашқы балық шаруашылығын ұйымдастырған, білімді елге қадірлі адам ретінде ел есінде қалыпты. Анасы Халимада арабша хат танитын сауатты кісі болған. Әкем ерте қайтыс болған, мен анамның өзі бір мықты адам болатын еді. Мені жұмсамай, жаңағы мал сауғызбай, еркелетіп өсірді. Тұлымшағы желбіреген бала Фариза өрімдей кезінен ақ жаны жырға жақын болыпты. Алғашқы туындысында 4-ші сыныпта жазған. Балалық шағы соғыс жылдарына тұспа-тұс келген кішкентай қыздың титтей жүрегі ауылдастарының ауыр тірлігін көріп езіліп, ол жағдай өлеңіне өзек болған. Соның бәрі менің жүрегімді ауыртады. Мынау керемет бейнет, жаңағы желі бар, салқыны бар. Сонда мен кешке жатқанда анамның қасына жатып, соны көзімді жұмып алып, ойлаймын, осы жердің барлығын дария су етсем деп. Сондай маман болсам, адамдарды сондай суға бір зәру етпей, сондай бір молшылық заман жасасам деп армандап жатыр. Ал 1961 жылы Гурьев қазіргі Атырау мемлекеттік педагогикалық институтының тіл әдебиет факультетін бітіріп, Балықшы ауданының Еркін қала Октябрьдің 40 жылдық атындағы қазақ мектептерінде ұстаздық еткен. Ол тек қана ақын емес, сонымен қатар күйші болды, күйшілік өнерде болды. Динаның Құрманғазының күйлерін сыңғырлатып мектепте тартқан екен. Бізді қатар оқып жүрген кезімізде де талай Фаризаның күйлерін тыңдадық. Әкесі ерте қайтыс болып, жетімдік тағдырды өткізсе де, достарының арасында, студенттердің қатар өскен жолдастарының арасында өзін жетіммін деп еш уақытта айтпаған. 1966 жылы Гурьев қазіргі Атырау облыстық газетінде әдеби қызметкер, 2 жыл өткен соң республикалық Лениншіл жас газетінің Ақтөбе, Гурьев, Орал облыстары бойынша меншікті тілшісі қызметін атқарған. Ал бертінде 20 жылға жуық қазіргі Ақ Желкен журналының бас редакторы болыпты. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 1 және 2 шақырымдарында депутаты болған. Енді өмірдегі Фаризаны көрдік. Танагөз қарындастарыңыздың да айтып өткені өмірдегі Фариза болатын. Енді Ибрагим аға, Аманхан аға, өлеңдегі Фариза қандай жан еді? Фариза апамыз туралы айтқан кезде, ең бірінші Фариза апамыз бізге қазақ халқына, қазақ еліне үлкен жүректі, үлкен тұлға, ақын болып қалды ол кісі. Ол кісі тек қана қыздардың поэзиясына, біздің еліміздегі қыздардың поэзиясы емес, вообще әлемдік қыздардың поэзиясына жаңа бір мектеп ашып кетті деуге болады. Фаризаға дейінгі батылдық, өжеттік, батырлық жырлар қыз ақындардың жырларында бір-жарым болмаса кездесе бермейді. Бұл кезде соның толық үлгісін салды. Кейін сол Фариза апамызға еліктеп жазатын қазақтың ақын қыздары аз болған жоқ, біраз ақын қыздар шықты. Фариза апаның өлеңін еліктейтін. Бұл енді қайтыс болған ақындардың бәріне ортақ айтыла беретін бір көңіл жықпастық әңгіме деп емес. Фариза апамыздың поэзиясы енді кеше осы Мұқағали атамызды, ағамызды қалай жоқтасақ, өлеңін қалай іздесек, біз Фаризаны енді солай іздейтін боламыз. Фариза біздің қазақ поэзиясында мәңгілікке аты өшпейтін болып қалды деп есептеймін. Жалпы Фариза апай үлкен ақындықтан бірге мына өзі поэзияға ақын болып келу бар да, поэзияда ақын болып өмірден өту бар. Фариза апай
поэзияға ақын болып келді, ақын болып өмірден өтті. Апайдың Пауло Неруданы аударғанын жақсы білем. Евтушенконың өлеңдерін аударғанын жақсы білем. Слава Капетканян деген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында қазаққа бірінші жанашырлық танытып, праводаға мақала жазған Слава Капетканян деген армян ақыны болды. Соның өлеңін аударды. Соның Фариза апай очерк жазды Камчат Дөнентаева туралы, біздің Камчат деген мақалалары шықты. Евтушенконың өлеңдерін аударды. Жалпы поэзия апай қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне барым берген адам. Яғни мынау орыс поэзиясында Цветаева, Ахматова деген ақындар болған. Яғни ашықтықты поэзиядағы, жандағы құпияларды сыртқа шығару мәселесінде Фариза апай ең алғаш қазақ поэзиясында жол салған адамдардың бірі. Жан дүниедегі бүкіл құпияны ашу, сол арқылы поэзияны беру. Бірақ оны кейбіреулер күйгелектікке айналдырып жіберді. Өйткені Фариза апайдың поэзиясы жан дүниесін айтқанда ол күйгелектік, жылауықтық емес еді. Цветаевалардың, Ахматовалардың деңгейіндегі үлкен поэзия болатын. Ал кейінгі оған еліктеушілер оны күйгелек поэзияға, жылауық поэзияға айналдырып жіберді. Жалпы менің қорқатын нәрсем осындай Фариза апай сияқты ірі тұлғаларымыздың көшірмесі болып қалып, соған көлеңке түсетіндерден қорқырамын. Рахмет Аманхан аға. Енді Фариза апамыз поэзияға келген талай жандарға өзінің қамқорлығын, өзінің көмегін аямаған. Сондай қамқорлыққа, Фариза қамқорлығына ие болған келесі қонағымызды студиямызға шақырайық. Қарсы алыңыздар, Биғайша Медеуова және оның қызы Мақпал Жұмабай. Қош келдіңіздер. Биғайша апай, енді Фариза апайымызбен қалай таныстыңыз, айтып берсеңіз. Осы ұлы тұлғамен мен 1981 жылы Мұқағали Мақатаевтың 50 жылдығын өткізді біздің облысымыз. Сонда осы Алматыдағы бүкіл қазақ қаламгерлері хан Тәңірдің баурайына барды. Сол кезде мен жаңадан қалам ұстап жүргем. Біздің аудандық советтік шекара деген газет болды. Әнұр Мейірбеков, Дәулет Жетікбаев деген Баққожа ағаларымызға дейін тәрбиелеген редакторлар болды. Сол кісілер Еркін Үптанов ағайымызбен бірге 4-ші бетке мерекелік номерге менің өлеңдерімді жариялапты. Мен ол кісілердің қамқорлықтарын бірден сезіндім. Өйткені келген әдебиеттің корифейлерінің көз алдына назарына ілінсін деп отырғандарын түсіндім. Аудандық, сол Нарынқол аудандық партия комитетінің 2-ші хатшысы Шайхслам Баймұхамбетовтің үйінде болып, апайымыз өлеңдерімді оқып, осы қызды маған ертең тауып беріңіздер депті. Сон маған хатшы айтты, кетіп қалмаңыз, айтыстан кейін Фариза апай сізді іздеп жатыр деп. Айтыс бітті, мен жеңісті ақын болдым. Домбырам қолында, айтыстан кейін жастардың арасында тұрған Айтақын Әбдіқалып деген ағам, ақын ағам, мен жетектеп Фариза апай қалып келді. Апай күтіп тұр екен, қасында ақсақал ақынымыз Әбілда Тәжібаев, Мұхамеджан Қаратаев бар екен. Мені көріп, апай маңдайымнан сүйіп, ағалар, мен Биғайшаны тауып алдым. Осындай ғой деп ойлап едім. Мен ойлағандай қыз екен. Көрдіңіздер ма деп, қайта-қайта құшақтап мойнымнан. Мен Алматыға шақырды. Сен енді ауылда қалма, кел деп. 84 жылы мен Алматыға көшіп келдім. Содан бастап 34 жыл болды. Міне қайтыс болғанға дейін Фариза апай менің достығым бір сәтте ажыраған жоқ. Енді ақыннан ақын дүниеге келіп жатса, біз дән ризамыз. Сондықтан да біздің білуімізше, Мақпал, сен де өлеңнің ауылынан алыс емессің. Жаңа Танагөз айтып кетті, Фариза апамыз әркімнің жан дүниесінде әрқандай әсермен қалады деп. Сіз қалай таныстыңыз? Сіздің көкейіңіздегі Фариза Оңғарсынова қандай? Әр қазақтың, әркімнің өзінің Фаризасы бар. Фаризаға байланысты өзінің естелігі, өзінің оқиғасы бар. Бүгін бүткіл қазақтың даласы қайғырып жатыр, өйткені әркімнің өзінің туған әкпесі болған Фаризасынан айырылып жатыр ғой. Мен республикалық ана тілі газетінде қызмет атқардым. Сол кезде
бас редакторымыздан өзі жақсы көретін Биғайшаның қызы екенімді естіп, қатты қуанып, бір кездесуде жаңағыдай сөйлестік. Апамыз қатты қолынан ұстап отырды, кеш бойы жібермей, жаңағы мамамды көрмей қалған әрбір жаңалығын сұрады. Содан кейін ақын туғаны қандай бақыт. Мен кейде Биғайшаға ренжуші едім, жаңағы әдебиеттің қалың ортасынан саяқ жүрсің деп. Сөйтсем ол сендерді өсіріпті ғой деп, маңдайымнан сүйіп, жақсы көріп, сол күні куә болған адамның бәрі таң қалды. Ол кісі менің анама қамқор болып, бүткіл қазақтың әдебиетіндегі әрбір адамға өзінен кейін келген қамқор болса, ол кісі маған да қамқор болды, менен кейін кішкентай балаларға да қамқор болды. Кешелі бері әркім Фариза туралы өзінің естелігін айтып жатыр. Әркімнің өмірінде Фариза өзгеше келбетімен, өзгеше бір оқиғасымен, өзгешелігімен қалады. Сондықтан бәріміз қайғырып отырмыз. Студиямызға әнші Роза Әлқожаны шақырамыз, орындауында Фариза әні бірге тыңдайық. Фариза апа, Фариза ақын, алашқа аңыз арман ғазиз атын, жасындай жарқыраған жырға айналды, бірегей тағдырыңмен табиғаты. Сыртынған жанарыңнан жаныма табамын мен, қасиет нұры тамған айналдым қаламыңнан. Сөзіңнің бәрі дасыл, сүйсінер кәрі жасыл, жасай бер қазағымның Фаризасы. Шынардай шыңға біткен қыз ғұмыры, сақтаған инабатын, ізгілігін, кештерде бой жеткенге жырыңды оқып, бозбала бозаңғырдың үздігілі. Сыртынған жанарыңнан жаныма табамын мен, қасиет нұры тамған айналдым қаламыңнан. Сөзіңнің бәрі дасыл, сүйсінер кәрі жасыл, жасай бер қазағымның Фаризасы. Шырқадың шартарапқа таратып сен жаққан сенім оты сөнбей мәңгі. Халықтар ғасырлардың қанатына сыртынған жанарыңнан жаныма табамын мен, қасиет нұры тамған айналдым қаламыңнан. Сөзіңнің бәрі дасыл, сүйсінер кәрі жасыл, жасай бер
қазағымның фаризасы, сөзіңнің бәрі дасы, сүйсінер кәрі жасы, жасай бер қазағымның фаризасы. Рахмет сізге. Фариза жайлы әсем әнді тыңдадық. Фариза Оңғарсынованың өз даусымен жазылып алынған өлеңдерді тыңдайық. Экранға назар аударайық. Жыр менің планетам, бәрі осында жиғаным, тергенім де, сезінгенім, сүйгенім, сенгенім бе, мінезім бе, болмыс па, керме күн бе, жалғыздық па, достар ма, тағдырым ба, бәрі осында, басқасы қалдығында. Марфуға апай, Фариза апайымыздың замандасы ретінде Мұқағали мен Фаризаның арасындағы керемет достық жайында айтып берсеңіз. Достық деген сөздің мағынасы өте тереңде. Көп жағдайда ақындар мен ақындар біреуінен біреу шоқтығы биік болып бара жатса, пендешілікпен қарайтын жағдайлар болады. Ал Фариза менен Мұқаңның достығы жайында, Фариза қыз деген бір өлеңінің өзі бүкіл ғұмырға татиды. Ақындар тағдырында өте қиын кезеңдер болады. Мұқаңның басынан да сондай қиын кезеңдер, қиын тағдырлар өткен. Сол жан дүниесінің құлазып, жабығып жүрген кездерінде Фариза сияқты ақын қызбен сырлас болып, сол өзінің көңіл күйін, сезімін ақтарған сәттерінде осындай бір қайталанбас жақсы өлең дүниеге келген. Осы бір өлең арқылы Фариза өміріне керемет мызғымайтын, дауылға да, жауынға да керемет ескерткіш орнатып кеткен екен. Мінекей, ақынның ақынға деген сезімі, құрметі осылай болу керек. Енді Марфуға апай сөзіңіз дәйекті болсын. Фариза Оңғарсынованың Мұқағали Мақатаев жайында айтқан естелігін бірге тыңдайық, экранға назар аударайық. Хат туралы көп әңгімелер болды. Мұқағали мен Фаризаның арасында не болды екен, анау екен, мынау екен деп сұрақ қояды. Жаңағы керемет махаббат болған сияқты. Мүмкін болса болған шығар ол кісінің тарапынан. Мен оны былай жақсы көретін, былай 3-4 рет көргенде осы бір ұялшақ бір балалар болады ғой, бір сөйтіп тұратын, бір жақсы көріп жүрсе, бір жақсы көргенін айта алмай жүретін. Сондай болып елестейтін маған. Ал енді мен ойлаймын, оларда бір менің қадірім өткендіктен, немесе менің бір ұлылығымнан емес, ол бір ішкі өзінің жан дүниесін қозғаған нәрселердің бәрін айтқысы келді, өмірге айтқысы келді деп ойлаймын. Менің атым болмаса, оларда ең бір жақсылық көрсеткен, я болмаса бір керемет адамгершілік бір көрсеткен ештеңем жоқ. Бірақ ол кісінің маған арнаған өлеңі, маған бір әлгі мына прожектордың жарығын түсіргендей маған халықтың алдында сөйтті. Онда менің ақындық шығармашылық жолымның ашылуына бір себеп болды, халыққа таралуыма. Мені көп халық оқымайды жалпы. Бірен-сарандар болмаса көп оқымайды менің өлеңдерімді. Бірақ сонда да осы Мұқағалидың өлең арнағаны көп әсерін тигізді ғой деп ойлаймын. Біздің студиямызда ақын Алмат Исәділ отыр, сондықтан да сіз ақынсыз, сонымен қатар журналистсіз. Фариза апайымыздың қоғамдық саяси өмірі жайында айтып берсеңіз. Мен ойлаймын, Фариза сынды ақындар ол ғасырдың өзі тудырады қазақ халқы үшін. Ең бастысы Фариза апайымыздың поэзиясы арқылы қыздардың осы уақытқа дейін нәзік,
сыршыл деп жүрген поэзиясына бір өзжеттік, батылдық, бір махамбеттік бір рух, сондай бір оптимистік бір ноталар пайда болды қазақ поэзиясында. Сол арқылы Фариза апамыздың артынан ерген қаншама сіңілілер шықты. Фариза апайымыздың поэзияға келуі өзінің артынан көптеген ақын қыздарымыздың дүниеге келуіне себепкер болды. Себебі әдетте осындай биікке әдебиетте болсын, қай салада болсын, қыз балалар, әйел адамдар көтеріліп жатады, ер адамдар көтеріліп жатады. Солардың мысалы жігіттер Мұқағалиға еліктейді, Тұманбай болғысы келеді, Қадыр болғысы келеді, Төлеген болғысы келеді, бәріміз солай өстік. Бірақ қыздар поэзиясына келгенде ондай бір идеал деп алатындай көп тұлға жоқ болатын. Фариза апайымыз сол олқылықтың орнын толтырып, қазақ поэзиясының қыздар жағында үлкен төрден орын алды десек қателеспейміз. Ақын ғана емес, ол кісі үлкен қайраткер болды. Бір ерекшелігі қасына жастарды көп ертіп жүреді. Сіз айтқан дүниелердің бары Фариза Оңғарсынованың қазақ поэзиясына қосқан үлесі болып табылады. Фариза апайымыз өлеңмен қатар қоғамдық саяси өмірде де өзіндік ізін қалдырған адам екені баршамызға белгілі. Сондықтан да экранға назар аударып тамашалайық. Маған жаңағы саяси ортадан гөрі қарапайым халық, көшедегі сондай жетім жесір балалар, қыз-келіншектер, солар жақынырақ, солардың арасында өзім суда жүзген балықтай еркін сезінемін. Бұл депутат Фариза Оңғарсынқызының мәжіліс залында берген соңғы сұхбаттарының бірі. Депутаттық мандатты мансап емес, маңызды міндет деп қабылдайтын поэзия падишасы Қазақстан тарихында тұңғыш рет ана мен бала туралы заң жобасын әзірлеп, дәл осы залда мәжіліс қарауына ұсынған. Ана мен баланы қорғау туралы Қазақстанда заң болған емес. Мен сондықтан жазып едім. Қазақша жазып едім, және бұл бір тарихта қалатын үлкен бір өмірлі заң болады ғой деп ойлап едім. Бірақ жаңағы мемлекеттің қоржынында ақша аз деген себеппен үкімет сол заңымды жібермеді. Бұл өте өкінішті әрине. Депутат бола жүріп әйел азаматтарды басшылыққа тарту мәселесін көп көтерді. Өз өлеңдеріндегі қайсар қазақ қыздарының саяси аренадан табылғанын қалады. Сондықтан саясат пен басқару жүйесінде ұрпақ тәрбиесіне жауапты нәзік жандылардың көптеп кездесуін мәжіліс мінберінен жиі айтты. Тіпті бірнеше қазақ қыздарының саяси қызметке келуіне себепкер болды. Қазақ қыздары Фариза ападан үлгі алады. Апайдың тура мінезі, шыншыл мінезі, адалдықты сүйетін қасиетінен қыздар ғана емес, менің ойымша кейбір азаматтарда үйренсе артық болмас деймін. Фариза апамыз қазақ жастарының, әсіресе қазақ қыздарының шын жанашыры. Аманхан аға, Фариза апайымыздың журналистикалық қыры жайында айтып берсеңіз. Фариза апай ақынмен қоса журналист болатын. Жалпы үлкен талант, қай тақырыпты да алып жүреді. Бірінші Фариза апайды таныған Шераға Мұртазаев болатын. Ақселеу Сейдімбеков Оралхандарды, Фариза апайларды Лениншіл жаз газетіне кәдімгі өзі шақыртып алған қызметке. Енді кейін келе ол Пионер журналының редакторы болды апай. Кейін ол Ақжелкен журналына айналды. Сосын апайдың мынау депутат кезіндегісін айтайын. Апай мынау қазақ тілінде ең бірінші дайындалған көшіген заң еді. Оны дайындаған басқа жігіттер болды. Апай сол кезде осы заңның өтуіне, дайындалған заңды өтуіне парламенттің депутаты ретінде үлкен ықпал тиді. Тіпті мен қазір апайдың заң дайындағанын да білемін. Бірақ ол заң әлдеқандай бір себептермен өтпеді ау. Сөйтті де апай депутат кезінде мынау қазақтың қоғамдық саяси өміріне үлкен ықпал жүргізіп отырды. Депутаттық сауалдамалар беріп отырды. Менің әлі есімде осы жер мәселесі туралы бір әңгіме болғанда Фариза апайдың кәдімгі қатты талаппен сөйлеген есімде. Сондықтан мына өзі
Жарасқан Әбдірашевтің кірісу керек деген өлеңі бар. Ақын кірісу керек деген. Ақын қай нәрседегі кірісу керек? Қазақтың қоғамдық саяси өміріне ештеңкеге бейжай болмау керек. Апайдың бойында осы қасиет бар еді. Мысалы біздің Кәмшат Дөнентаева туралы повесть шықты. Содан кейін очерктер жинағы шықты. Әрине қазіргі жастар көп оларды біле бермейді. Сондықтан апай жалпы қазақ қоғамында журналист ретінде де, ақын ретінде де еш уақытта тыс қалған емес. Сөзіңіздің жаны бар. Шерхан ағамыз журналистика саласында талай талантты тани білетін тұлға десек болады. Шерхан ағамызды айтылмаған әңгіме бағдарламасының студиясына арнайы шақырғанбыз, бірақ Шерхан ағамыз денсаулығына байланысты бізге бұл бағдарламаға келіп қатыса алмайтындығын жеткізді. Дегенмен де Фариза жайындағы өзінің естелігін бізге жолдаған болатын. Экранға назар аударайық. Шығармашылық кештеріне арналған кездесулер болды. Мен сонда көрдім, ақын ретінде Фаризаға жетіп тұрған ақын жоқ қазір. Ерлері болсын, әйелдері болсын. Фариза апайымыздың ісін жалғап отырған журналист қыздар айтылмаған әңгіме бағдарламасының студиясында қонақта отыр. Сондықтан да сіздердің де естеліктеріңізді, сіздердің де пікірлеріңізді білсек. Фариза апайды мысалы біз қазақтың нөмірі бірінші ақыны және нөмірі бірінші қызардан шыққан бас редактор ретінде қарастырсақ болады. Өткен себебі мысалы қазақ журналистикасындағы бірден бір қарап отырсақ жалғыз бас редактор болған Фариза апайымыз. Фариза апайымыз мысалы бас редактор болған кезеңдерін айтып отқан кезде бізде апайлар естелік айтады. Фариза апай дейді, ешқашан дейді өзінің басқа газеттерде, басқа журналда жарияланған өлеңдері үшін қаламақ кет, соны ешқашан алмайды дейді. Оны редакцияның қызметкерлері біз бөліп аламыз дейді, оған қыдырамыз дейді, оған дастархан жасаймыз дейді. Бүкіл осы қазақтың қазір айтулы ақындардың бәрі Ақжеркенің есігіне еркін кіріп шығады екен. Сонда келген кезде жай ғана кірмейді, олардың бәрі Фариза апайдың қалтасына бәріне ақша салып, сен жағдайыңды жасап, сен әке аш жүрген жоқсың ба, сен жалаңаш жүрген жоқсың ба, соның әрқайсысына қамқор болады екен. Кеше Фариза апай қайтыс болды деген кезде, өмірден қайтты деген кезде, біздің Ақжеркеннің жас тілшілерінің өзі хабарласып көңіл айтып жатыр. Сонда бүгін хабарласып айтады, апай біз не істейміз дейді. Бізде өйткені Фариза апай ақылдастар алқасының төрағасы ретінде тұр ғой. Апай біз не істейміз? Біз редакцияға барайық па? Біз Фариза апайды шығарып салуға біз қалай барамыз дейді. Сонда оқушылардың бәрінің әр жүректерінде Фариза апай үлкен орын алған адам. Балалардың бәрі оған махаббатпен қарайды. Басқаша қарайды. Мысалы Фариза ол балалардың жүрегіне жол таба білген үлкен редактор болған адам. Фариза арамыздан өтсе де өлеңдері мәңгілік қазақтың жадында, қазақтың санасында сақталып қалатыны сөзсіз. Осы орайда Фариза Оңғарсынованың өз даусымен жазылған тағы да өлеңдерін тыңдай отырайық. Бабамыз атанғанмен қырарланы, миына көп қонбаған қыран жағы. Бастап, билік айтып төрде тұру, ежелден қазағымның бір арманы. Тоя жеп жал жаясын соғымының, ауылын сұлу қыздың торы бұрын, құс салған ел ұрпағым, содан әлі саясат айла жайлы жоқ ұғымым. Билікке бедел салмас құлықты адам, өзімде биліктіден суып барам. Қашанда елді ойлаған естілерді әкімдер маңайына жұтпаған. Шындықты турайтқанның жолы жылым, сарайлар естуге жоқ оның үнін. Әкімнің кім екенін халық білер сиқынан жанындағы тобырының. Жылқысаз бүгін жұрттың жоқ соғымы, дәмесі билік байдың көк қорығы. Әкімдер қауіпті емес, қауіптісі жағымпаз жанындағы көк тобыры. Құрметті көрермен, Фариза Оңғарсыноваға арналған бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Жаны жәннатта болсын, айтылмаған әңгіме қалмасын, амандықта жолыққанша.
ішкі әлемі сыртқы әлемінен биік, сыртқы әлемі ішкі әлемінен биік, сондай кереғар мінездің иесі болды. Мен ол кісі туралы жазған өлеңім бар, найзағай дейтін. Егер мүмкіндік болса, мен қазір соны оқығым келіп тұр. Өйткені сол өлең көбірек айтылатын сияқты апай туралы, поэзияның тілі. Жазда жауған қар құсап, қыста ойнаған жасындай, жасандыны сындырған, мін айтып жасырмай, жан әлемі белгісіз элементтен құралған, жерге түскен ғарыштың қағбадағы тасындай, қарағайға қитығып, қарсы біткен бұтақтай, ер сияқты оймайтын, егескені мұқатпай, күндей күліп кенеттен бұзылатын нілдей боп, түсін алмай қойдық қой, түсініксіз кітаптай. Біздің оған бір түрлі, біздің оған мызғарлы, жылытуға дәрменсіз жүректегі сыздарды, қара перде бөліп тұр әйелдер мен еркекті. Ұғынбай ел сондықтан жаны жұмбақ қыздарды. Сіз жайлы да, жанапа, өлеңнен де тақпақ көп, өпеттен де самалы жел ұшып кетері бақ-бақ боп. Мен де айтайын деп едім, сіз туралы бір рет, қара перде артында гүл жатқанын әппақ көп. Шын мәнінде апайдың болмысы, жан мінезі осы тақылеттеседі. Фәризажан, 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 Фәриза жанарымды тұманмен тұмшаладым, серпілісі үзіліп тұрса дағы, жігітінен қазақтың дос табалмай, қызда болсаң мен саған мұң шағамын, мұң шағамын. Ауруларды ойлап бем мұнша ханым, қызда болсаң мен саған мұң шағамын. Фәризажан, 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 Фәриза